Selam kızlar, kallarınız qalay. Bugün sizlerмен осындай 30 minutта дайын болатын Alfredo fettuccine пастасын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Келіңіздер менімен бірге болып, осы пастаны бірге дайындаңыздар. Ең бірінші каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымда өте пайдалы үй жағдайында дайындалатын рецепттер өте көп. Мінекей пастамызды қараңыздар, қандай керемет. Ресторанға, кафеге бармайсыз, үйде өзіңіз осындай дәмді паста дайындайтын боласыз. Ең бірінші бізге дайындай аламыз. Сливки, осындай феттучини пастасы, грибы, тауық сүбесі, бір пияз және 2 зубчик чеснок керек болады. Ең алдымен осылай грибы шампиньонымызды сыртын ашып, тазалап аламыз. Осылай етіп турап шығамыз. Қалаларыңызға қарап кубик, соломка қосаңыздар болады. Мен осылай үлкен етіп турап шықтым. Дамаз болғанда таксиге шыққансың, шоны айтканым ғой. Қалауына қалай. Некей грибіміз дайын турап болдық. Енді осы кезде қазанымызға су құйып, астын жағып, тұз салып, қайнатып қоямыз. Ең оңай, ең дәмді пасталардың түрі бұл. Осылай 2 чесногымызды, сарымсағымызды майда тураймыз, немесе қалауыңызға қарап. Ана коробкаңға таштамам кеше қойдым. Bunu açsam болады şu. Katta o. Мінекей осылай чесногымызды жақсылап езіп, майдалап Екі чеснокқа бәрі. Енді пиязымызды, бір пияз жетеді, үлкен керек емес. Орташа пиязды осылай ұсақ етіп турайтын боламыз. Мінекей. Немесе блендерден де шығарсаңыздар болады. Тураған маған ыңғайлы, осылай турап шығамын. Енді екеуін бір тарелкаға салып дайындап қоямыз. Бізге сары май немесе үйдің қол майы керек болады. Осы пастамызды қуыру үшін Осы филеден бір еді андай сықап кетеді. тауық сүбесін осылай кубик тәрізді майда етіп турайтын боламыз. Мен бұрын бұл пастаны дайындай алмайтынмын. Мен осындай повар інімнен үйрендім. Жасалу өте оңай, өте тез. Ауқатым еме, чайым ішме тур кете саған қалай Мінекей етімізді турап қойдық. Енді сковородкамызға осылай үйдің майын немесе 82% сары майды салып, астын жағып қыздырамыз. Қызған кезде пияз бен сарымсақ салып, осылай араластыратын боламыз. 2-3 минут қуырылғаннан кейін үстіне тауық сүбесін саламыз. Және 5-7 минутта осылай жайлықта қуыратын боламыз. Өксіген жатып қуырғанымыз өте араластырып арасында.
5-7 minut осылай суы тартылғанша қауырамыз. Кейін көреміз. Енді жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне күлегей құятын боламыз. Менде 20%-ді, 33% құйсаңыздар да болады. Ол кезде кішкене үстіне су құйып жібереміз. Мінекей, соусымыз дайын. Енді қазанымыз қайнап тұр. Үстіне осылай етічінің пастасын салып 5-7 минутта дайындайтын боламыз. Қайнатып алдын ала айттым, осылай тұз салғанмын мен. Мінекей, араластырып тұрып, осылай пісіріп аламыз. Осы кезде сковородкамыздың астына жағып піскен пастамызды саламыз. Соусымыздың үстіне және жақсылап тұрып араластыратын боламыз. 2-3 минут соусымызбен бірге араластырып қайнатасыздар и пастамыз дайын болады. Мінекей, жай араластырамыз осындай покрышкамен. Пастамыз дайын. Үстіне сыр салсаңыздар өте дәмді болады. Сыр жоқ қойды. Сырсыз да осылай дәмді болып шығады. Мінекей, менің каналым өте пайдалы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Монетизацияға аман есен жетіп алайын. Мінекей, рахмет, ас болсын.